Кейде ене мен келіннің арасын үлкен жанжал емес, бір ғана сөз суытып жібереді. Ал ең өкініштісі, кейбір әйелдер бұл сөздің келіннің жүрегіне қалай әсер ететінін байқамайды. Сіз келініңізбен жақсы қарым-қатынаста болғыңыз келеді ме? Ұлыңыз сізден алыстамай, отбасымен бірге сізге қуана келіп тұрғанын қалайсыз ба? Немерелеріңіз сізді жақсы көріп, сіздің үйіңізге келгенде өздерін еркін сезінгенін қалайсыз ба? Онда бүгінгі әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Өйткені біз келінмен қарым-қатынасты бұзатын ең көп кездесетін 5 қателік туралы айтатын боламыз. Ал 5-ші қателік сырт көзге өте қарапайым көрінеді, бірақ дәл осы нәрсе көптеген отбасында жылдар бойы жиналған реніштің себебіне айналады. Айтпақшы, біздің арнамыздың 1000 оқырманға жету деген мақсаты бар. Егер сізге отбасы, бала-шаға, немере, өмірлік тәжірибе және пайдалы кеңестер туралы осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, бізді осы мақсатқа жеткізуге көмектесе қойыңыздар. Ал енді бастайық. Бірінші, келініңізді басқалармен салыстырмаңыз. Пәленшенің келіні қандай екен? Көршінің келіні енесіне күнде хабарласады. Менің құрбымның келіні үйіне келген сайын қолынан келгенін жасап жүреді. Менің кезімде келіндер үлкендердің сөзін тыңдайтын. Мұндай сөздер сізге жай ғана салыстыру немесе ақыл сияқты көрінуі мүмкін, бірақ келініңіз үшін оның мағынасы мүлде басқа болуы мүмкін. Ол ішінен мен не істесем де енеме ұнамаймын, мен жеткіліксіз келінмін дейді. Мені үнемі біреумен салыстырады деп ойлауы мүмкін. Ал адам өзін үнемі біреумен салыстырып жатқанын сезінсе, біртіндеп ашық сөйлесуді тоқтатады. Бұрын сізге еркін келіп әңгімесін айтып жүрсе, кейін тек амандасып қажетті сөзін ғана айтып кетуі мүмкін. Сіз келінім өзгеріп кетті деп ойлайсыз, ал келініңіз енеме бәрібір ұнамаймын деп ойлайды. Екі адам да бір-бірін түсінбей қалады. Сондықтан келініңіз бір нәрсені сіз күткенде жасамаса, оны басқа елмен салыстырудың орнына нақты нәрсені ғана айтыңыз. Мысалы, қызым, мен мына нәрсені басқаша істейтінмін, бірақ сен өзің білесің. Қаласаң, мен саған қалай жасайтынын көрсетейін. Мұндай сөздің айырмашылығы өте үлкен. Сіз өз тәжірибеңізді ұсынып тұрсыз, бірақ оны міндеттеп тұрған жоқсыз. Өйткені кеңес пен бұйрықтың айырмашылығы адамның таңдауына құрметпен қарауда. Тағы бір маңызды нәрсе бар. Келініңіз сіз сияқты болуы міндетті емес. Сіз көп жыл бұрын жас келін болдыңыз. Ол кезде өмір басқа еді. Сізге қойылған талаптар да басқа болды. Үйдегі тәртіп басқа болды. Қазір заман өзгерді. Бірақ бұл қазіргі келіндердің бәрі дұрыс немесе бұрынғы келіндер дұрыс болған деген сөз емес. Әр адамның өз мінезі бар, сондықтан келініңізбен өзіңіздің жас кезіңіздегі мінезіңізді іздемеңіз. Ол сіздің көшірмеңіз емес, ол жеке адам. Егер осыны қабылдай алсаңыз, арадағы көптеген түсініспеушілік өздігінен азаяды. Екінші, ұлыңыз бен келініңіздің отбасына әр мәселеде араласпаңыз. Бұл жерде ананың жүрегін түсіну керек. Балаңыздың жағдайын ойлау табиғи нәрсе. Ұлыңыз тамақ ішті ме, жұмысы қалай, ақшасы жетіп жүр ме, келініңіз оған дұрыс қарай ма, балалардың тәрбиесі қалай. Осының бәрі анаға маңызды, бірақ ұлыңыз үйленгеннен кейін оның өмірінде жаңа отбасы пайда болды. Енді оның отбасы ішіндегі әрбір мәселені анасы шешпеуі керек. Мысалы, ұлыңыз әйелімен ренжісіп қалды делік. Ұлыңыз сізге келіп, апа, әйеліммен ұрсып қалдым дейді. Сіз бірден, мен саған басында айтқанмын, немесе ол саған лайық емес деп кетсеңіз, жағдай одан сайын қиындауы мүмкін. Себебі ертең ұлыңыз бен келініңіз татуласып кетуі мүмкін, ал сіздің айтқан ауыр сөздеріңіз есте қалуы мүмкін. Сондықтан ұлыңыз шағым айтқанда бірден келінге қарсы шықпай, алдымен сабырға шақырыңыз. Балам, ашумен шешім қабылдама, екеуің тыныш сөйлесіп көріңдер. Осындай бір ауыз сөз кейде үлкен мәселенің алдын алады. Өйткені сіз ұлыңызды жақсы көретініңізді көрсетесіз, бірақ оның отбасын басқаруға тырыспайсыз. Тағы бір нәрсені есте сақтаңыз. Ұлыңыздың сізге бұрынғыдай күнде келмеуі немесе жиі хабарласпауы сізді жақсы көрмейді деген сөз емес. Оның енді әйелі бар, балалары, жұмысы, өзінің жауапкершілігі бар. Оның өмірінде сіздің орныңыз өзгермейді, тек өміріндегі міндеттер көбейеді. Сондықтан үйленгелі біз
бізді ұмытып кетті, келін келгеннен кейін балам өзгерді деген сөздерді жиі қайталай бермеңіз. Бұл сөздер ұлыңызды екі жақтың арасында қалдыруы мүмкін. Ал сіздің мақсатыңыз ұлыңызды таңдау жасауға мәжбүрлеу емес, керісінше оның сізге де әйеліне де тыныш көңілмен қарай алатын жағдай жасау. Үшінші, келініңізге әр нәрсені үйрете бермеңіз. Баланы былай тәрбиеле, тамақты былай жаса, үйді былай жина, кірді мына күні жуған дұрыс, күйеуіңе мынаны істеп бер, мен сенің жасыңда бәріне үлгеретінмін. Бұл сөздердің барлығы сіздің тәжірибеңізден шығуы мүмкін. Сіздің мақсатыңыз жаман емес, сіз келініңізге көмектескіңіз келеді, бірақ бір нәрсе бар. Кеңес тым көп болған кезде адам өзін көмектесіп жатқан адам емес, бақылап тұрған адам сияқты сезінеді. Келініңіз күн сайын бүгін енем тағы не айтады екен деп уайымдай бастауы мүмкін. Бұл қарым-қатынасты суытады. Сондықтан келініңіз бір нәрсені сіздің қалауыңыздан өзгеше жасаса, алдымен өзіңізден сұраңыз. Бұл шынымен маңызды ма, әлде жай ғана менің әдетіме сәйкес келмей тұр ма деп. Мысалы, сіз үйде таңғы асты таңертең ерте дайындайтын боларсыз. Ал келініңіз кешірек тұрады. Егер бұл оның отбасына үлкен проблема тудырмаса, оған міндетті түрде неге ерте тұрмайсың деп айтудың қажеті жоқ. Сіз өз өміріңізді өз тәртібіңізбен өткіздіңіз. Енді келініңіз өз өмірін өз тәртібімен құрып жатыр. Әрине, қауіпсіздікке, бала денсаулығы мен отбасының маңызды мәселесіне қатысты нәрсе болса, пікір айтуға болады, бірақ күнделікті ұсақ-түйектің бәрін түзетуге тырысу қарым-қатынасты қиындатады. Кейде қызым менің тәжірибемнен керек нәрсе болса, әрқашан айта аламын деген сөз жеткілікті. Бұл келініңізге енем мені сынау үшін емес, көмектесу үшін жанымда деген сезім береді. Төртінші, ұлыңызды келініңізге қарсы қоймаңыз. Бұл өте маңызды. Кейбір аналар баламды келінім алып кетті деп ойлайды, бірақ шын мәнінде ұлыңыз ешқайда кеткен жоқ, ол жай ғана өмірінің жаңа кезеңіне өтті. Сіз оның анасы болып қала бересіз, ал оның әйелі өмірлік серігі. Бұл екі рөлді бір-бірімен салыстырудың да қажеті жоқ. Анасының орны бөлек, жұбайының орны бөлек. Сондықтан мен бе әлде әйелің бе дегендей жағдайға жеткізбеңіз. Ұлыңызға сен әйеліңнің сөзін тыңдап бізді ұмытып кеттің деген сайын ол сізбен сөйлескенде өзін кінәлі сезінуі мүмкін. Ал адам өзін кінәлі сезінген жерде жылы қарым-қатынас ұзаққа бармайды. Кейде ана баласына балам әйеліңмен жақсы бол, отбасыңды сақта, бізге уақытың болғанда кел, ең бастысы өзің аман бол деп айтуы қажет. Бұл сөзді естіген ұлдың жүрегі жұмсарады. Ол анам мені түсінеді деп ойлайды. Ал түсінілген адам жақын адамнан қашпайды. Керісінше өзі іздей бастайды. Сондықтан ұлыңыздың келініне деген жақсы қарым-қатынасын қызғанудың қажеті жоқ. Егер ұлыңыз әйелін сыйласа, бұл жаман нәрсе емес. Керісінше бұл оның отбасында дұрыс тәрбие мен жауапкершілік қалыптасқанын білдіреді. Бесінші, ренішті ішіңізге жинай бермеңіз. Ең маңызды қателікке келдік мінекей. Кейбір адамдар ренжіген кезде үндемейді. Бірінші рет үндемейді, екінші рет үндемейді, үшінші рет тағы да үндемейді. Бірақ әр реніш жүректе жинала береді. Бірнеше айдан кейін кішкентай ғана жағдай үлкен жарылысқа айналады. Мысалы, келініңіз бір күні сізге дөрекі жауап берді. Сіз үндемедіңіз. Бір аптадан кейін ол сізге хабарласпады. Сіз тағы үндемедіңіз. Кейін тағы бір нәрсе ұнамады. Сөйтіп бірнеше жағдай жиналып қалды. Бір күні келініңіз бір ғана сөз айтты. Сен онсыз да осындайсың, ана жолда солай істедің, былтыр да мені сыйламадың деп бұрынғының бәрін айтып жеткізуіңіз мүмкін. Ал келініңіз мен бұл жағдайлардың бәрін осылай қабылданғанын білмеппін деп қана таң қалуы мүмкін. Сондықтан мәселе жаңа емес, ол бұрыннан жиналып келген. Оны болдырмау үшін ренжіген нәрсені сабырмен уақытында айту керек. Бірақ қалай айту керек? Сен тәрбиесізсің, сен мені сыйламайсың, сен келгеннен бері үйдің берекесі кетті деген сөздерден аулақ болыңыз. Оның орнына қызым, мен саған бір нәрсені айтқым келеді. Мүмкін сен оны басқа мағынада айтқан шығарсың, бірақ сол сөзің маған ауыр тиді деп бастаңыз. Бұл жерде сіз адамның өзін емес, оның әрекетін айтып тұрсыз. Осы екеуінің айырмашылығы да өте үлкен. Адамға сен жамансың десеңіз, ол өзін қорғауға тырысады. Ал маған бұл сөзің ауыр тиді десеңіз, ол сізді тыңдауы мүмкін. Сондықтан сөйлескенде адамның мінезін емес, өз сезіміңізді түсіндіріңіз. Келініңізбен дос болу міндетті емес. Мұны да түсіну өте маңызды. Келініңізбен міндетті түрде жақын құрбы болуыңыз керек емес. Күн сайын сырласудың да қажеті жоқ. Барлық нәрсені бірге жасаудың да қажеті жоқ. Ең бастысы бір-біріңізді сыйлау. Кейде адамдар жақсы қарым
қарым-қатынас дегенді келінім мені күнде іздесін, келінім барлық сөзімді тыңдасын, келінім мен айтқандай өмір сүрсін деп түсінеді. Бірақ бұл жақсы қарым-қатынас емес, бұл бақылау. Жақсы қарым-қатынас деген мен сенің жеке өміріңе құрметпен қараймын, сен де менің шекарамды сыйлайсың. Міне осы. Келініңіз сізге ұнамайтын бір нәрсе жасауы мүмкін. Сіз де оның кейбір әдетін түсінбеуіңіз мүмкін. Бірақ екі жақта біз бір-бірімізді сыйлаймыз деген ортақ негізді сақтанса, отбасыда тыныштық болады. Кейде келініңізге қарап, өз жас кезіңізді есіңізге түсіріңіз. Бір кездері сіз де жас келін болдыңыз, сіз де біреудің үйіне келдіңіз, сіз де дұрыс жасап жатырмын ба деп ойлаған шығарсыз, сіз де біреудің сөзінен ренжіген шығарсыз. Мүмкін сізге де біздің кезімізде бұлай болмаған деген сөздер айтылған шығар. Ендеше сол кездегі өз сезімдеріңізді есіңізге түсіріңіз. Сізге қандай сөз жақсы әсер етті, қандай сөз жүрегіңізге ауыр тиді, қандай жағдайда енеңіз сізді түсінгенде қуандым деп ойландыңыз. Енді сол тәжірибені келініңізге де қолданыңыз. Өйткені өмірдің бір қызық заңы бар. Бүгін сіз енесіз, ал ертең сіз немерелеріңіздің отбасында үлкен адам боласыз. Сіз бүгін қандай қарым-қатынас құрсаңыз, ертең сол қарым-қатынастың жемісін көресіз. Ұлыңыздың үйіне барғанда осыны ұмытпаңыз. Егер ұлыңыздың үйіне қонаққа барсаңыз, бірден мына үй неге бұлай тұр, мына жерде шаң бар екен, тамақтың тұзы аз, балаға мына киімді кигізу керек еді деп бастамаған дұрыс. Алдымен қалайсыңдар, шаршап жүрсіңдер ме, балалар қалай деп сұраңыз. Келініңізге қызым шаршап жүрсің бе, айта бер, қолымнан келгенше көмектесемін деген сөз кейде үлкен сыйлықтан да қымбат. Ал егер үйде бір нәрсе сізге ұнамаса, бірден сынаудың орнына сендерге қалай ыңғайлы болса, солай жасаңдар деп қоя аласыз. Егер сізден арнайы кеңес сұралса, сол кезде өз тәжірибеңізді айтыңыз. Сонда сіздің сөзіңіз әлдеқайда құнды болады. Өйткені адам сұрамаған кезде айтылған 100 кеңестен қажет болған кезде айтылған бір кеңес пайдалы болуы мүмкін. Немерелерді келініңізге қарсы құрал етпеңіз. Бұл да өте маңызды. Кейде әже немересін қатты жақсы көреді. Сол себепті келінімен ренжіскен кезде балаларды маған көрсетпей қойсаңдар, өздерің білесіңдер, немесе балалар мені жақсы көреді, өйткені мен оларға бәрін беремін деген сияқты сөздер айтуы мүмкін. Бұлай жасау дұрыс емес. Балалар үлкендердің арасындағы ренішке араласпауы керек. Немереңізді жақсы көрсеңіз, оны ата-анасына қарсы қоймаңыз. Керісінше балаға анаңды тыңда, әкеңді сыйла, үйіңде тату болыңдар деген сөздерді үйретіңіз. Сонда бала сізді тек сыйлап қана қоймай, сізден жақсы тәрбие алады. Бір қарапайым әдет қарым-қатынасты өзгертуі мүмкін. Келініңізбен сөйлескен кезде кейде оның атын атап жылы сөйлеп көріңіз. Қызым, қалайсың? Жағдайың қалай? Бүгін шаршап қалмадың ба? Қолымнан келмей жатса көмектесейін. Бұл қарапайым сөздер, бірақ адамның көңіліне әсер етеді. Әсіресе жас отбасы көп қиындықпен өмір сүріп жатқан кезде сырттан бір адамның мен сендерді түсінемін дегенін сезіну өте маңызды. Келініңіз сіздің оған қарсы емес екеніңізді сезінсе, өзі де сізге ашыла бастайды. Бірақ бұл бір күнде болмайды. Қарым-қатынас та егін сияқты. Бүгін тұқым себіп, ертең жеміс күте алмайсыз. Күн сайын аздап қамқорлық керек, аздап түсіністік керек, аздап сабыр керек. Ең басты сыр, келініңіз сіздің әр сөзіңізді тыңдауы міндетті емес, бірақ ол сіздің сөзіңізден құрметті сезінуі керек. Сіз де оның әр әрекетін мақұлдауыңызға міндетті емес, бірақ оның жеке тұлға екенін мойындауыңыз керек. Өйткені отбасыда бәрінің мінезі бірдей болмайды. Біреу тез сөйлейді, біреу жай сөйлейді, біреу сезімін бірден көрсетеді, біреу ішіне сақтайды, біреу қонақ келгенде бәрін жасап үлгереді, біреу шаршап қалуы мүмкін. Бұл айырмашылықтың бәрі жамандық емес. Адамдарды бір қалыпқа салуға тырысқанда ғана проблема басталады. Сондықтан келініңізді өзгертуге тырысқаннан бұрын оны түсінуге тырысыңыз. Сонымен бүгін біз келініңізбен қарым-қатынаста суытатын 5 нәрсені айттық. Біріншісі, оны басқа әйелдермен салыстырмаңыз. Екіншісі, ұлыңыздың отбасына әр мәселе сайын араласпаңыз. Үшіншісі, келініңізге әр қадамын қалай жасау керектігін үйрете бермеңіз. Төртіншісі, ұлыңызды әйеліне қарсы қоймаңыз. Бесіншісі, ренішті ішіңізге жинап, бір күні бәрін төгіп тастамаңыз. Осының барлығының астарында бір ғана нәрсе жатыр, ол құрмет. Келініңіз сіздің қызыңыз емес шығар, бірақ ол сіздің отбасыңыздың бір бөлігі. Ал сіз оның өміріндегі ең үлкен адамсыз. Сіздің бір жылы сөзіңіз оған күш беруі
мүмкін. Сіздің бір ауыр сөзіңіз оның жүрегінде ұзақ уақыт қалуы мүмкін. Сондықтан сөйлер алдында кейде өзіңізден мен бұл сөзді айтқаннан кейін біздің арамыз жақындай ма әлде алыстай ма деп сұрап көріңіз. Егер жауап алыстайды болса, сол сөзді айтпай қалу жеңіліс емес, бұл ақылдылық. Кейде үндемеу әлсіздік емес, кейде кешірім сұрау төмендеу емес, кейде бір қадам шегіну отбасыны сақтап қалу. Ал ең бастысы, келініңізбен жарыспаңыз. Ол сіздің орныңызды тартып алған жоқ, ол сіздің балаңызды сізден ұрлаған жоқ. Сіздің ана ретіндегі орныңыз ешкіммен салыстырылмайды. Ұлыңыздың жүрегінде анасына арналған орын әрқашан бөлек болады. Сондықтан келініңізбен жақсы қарым-қатынас орнату арқылы сіз ұлыңыздан алыстамайсыз, керісінше оның сізге деген сенімін күшейтесіз. Ал немерелеріңіз үшін одан да үлкен үлгі боласыз. Олар біздің әжеміз адамдармен қалай сөйлесу керектігін біледі деп өседі. Міне нағыз отбасы берекесі осында. Егер осы видеода айтылғандардың ішінен өзіңізге таныс бір нәрсе болса, өзіңізді кінәламаңыз. Бәріміз де қателесеміз. Ең бастысы қателікті түсініп, қарым-қатынасты түзетуге тырысу. Өйткені жақсы қарым-қатынас құруға ешқашан кеш емес. Бүгін айтылған бір жылы сөз ертеңгі үлкен реніштің алдын алуы мүмкін. Ал егер сізге осындай өмірлік кеңестер ұнаса, арнаға жазылып қойыңыз. Біздің осы айдағы мақсатымыз 1000 оқырманға бірге жету. Егер сіз қазір арнаға жазылсаңыз, сол мақсатқа тағы бір қадам жақындаймыз. Ал пікірге бір ғана сөз қалдырыңыз: құрмет деп. Бүгін дәл осы сөзді оқыған басқа бір ене немесе келін бүгін өз отбасындағы бір мәселеге басқаша қарап көрер. Сізге отбасыңызда тыныштық, бала-шағаңызға амандық, немерелеріңізге бақыт тілейміз. Ең бастысы бір-біріңізді жоғалтпай, бір-біріңізді түсінуге тырысыңыздар. Өйткені отбасыда бәрінің дұрыс болғанынан да маңызды нәрсе бар. Ол бір-бірінің жүрегін ауыртпай өмір сүру. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.